Баршаңызға сәлем достар. Бүгін баклажаннан керемет хит салат, хрустящий баклажаннан салат жасайтын боламыз. Екі түрлі жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен осындай қажет баклажандарымызды қабығын осылай ажыратып аламыз. Қабығын ашқан кезде осындай линиялар қалдырып өтеміз. Баклажанымыз хрустящий шығу үшін жартылай осылай ашитын боламыз. Жақсылап баклажандарымызды ашып аламыз. Менде 4 баклажаннан салат жасайтын боламын. Қажетті помидорларымыз 4-5 помидор жеткілікті болады. Болгарский біздің соус жасауға керек болады. Дәл осылай баклажандарымызды қабығынан ажыратып алып, ортасынан және оны да тағы ортасынан бөліп осылай үлкендеу пішінде турап алатын боламыз. Неке дәл осылай үлкендеу етіп турап алатын боламыз. Бұл хит салат, бұл салат өте ерекше, өте дәмді болып шығады. Бұл салатты отбасыларыңызға жасап берсеңіздер сүйсініп жейтініне сенімдімін. Неке дәл осылай үлкендеу етіп, үлкен пішінде баклажандарымызды турап алатын боламыз. Менде осы 4 баклажаннан 2 түрлі салат 4 порция шығатын болады. Неке үлкен етіп турап алдық. Енді баклажанды бір шетке қойып қоя тұрамыз. Соусты жасап қоямыз алдын ала. Соус бір-біріне дәмі сіңіп, әдемі болып тұру үшін осылай болгар бұрыштарын блендерге турап алатын боламыз. Және бір помидорды салып жібереміз. Қалауларыңызша сарымсақтан қосатын боласыздар. Бір сарымсақ, 2 бас сарымсақ жеткілікті болады. Неке дәл осылай сарымсақтарды қосып, блендермен жақсылап езіп, айналдырып алатын боламыз. Бұл біздің салатымыздың соусы ретінде пайдаланамыз. Тұз, бұрыш дәміне қарай қосасыздар. Неке осылай жасап араластырып қойып қоямыз. Дәмі бір-біріне сіңіп, әдемі болып шығу үшін сақтап қойып қоямыз. Ендігі клейер жасайтын боламыз. Клейер бұл баклажанымыздың хрустящий болуына, қытырлақ болып шығуына өз септігін тигізеді. 3 ас қасық ұн, 3 ас қасық картофельный крахмал немесе кукуруз жүгері крахмалын пайдалансаңыздар болады. Және 150 мл су қосып жібердім. Жақсылап араластырамыз. Іртігі қалмайтындай етіп, осылай венчикпен араластырып аламыз. Үлкен ыдысымызға баклажанымызды салып, кішкене тұз сеуіп, араластырып аламыз. Тұз сеуіп, неке тұзымыз сіңіп, жақсылап барлық жеріне тиіп араласуы қажет. Үстінен осы міне жаңағы жасаған сұйықтығымызды құятын боламыз. Енді жақсылап барлық жері, барлық бұрыштарына тигенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Неке жақсылап барлық жертеріне, бұрыш-бұрыштарына тигенше араластырып аламыз. Қызып тұрған майда қуырып алатын боламыз. Неке жақсылап қуырып алдым. Өте қытырлақ болып, жақсылап қуырылып шықты. Бұл баклажанды дәл осы жолмен қуырсаңыздар, енді хрустящий болып, керемет болып шығады. Көңілдеріңізден шығады, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Енді қажетті помидорларымызды осылай кубик етіп, 4 бұрыштап турап алатын боламыз. Неке бұл салат өте ерекшелігі, баклажанымыз хрустящий өзінің қалпын ұзақ уақыт сақтап тұратын болады. Неке осылай баклажандарымызды тарелкаға, ыдысымызға жақсылап жайғастырып салып алатын боламыз. Неке жақсылап жайғастырып салып алдым. Енді осының үстінен туралған, жаңағы кубиктеп туралған
помидорларымызды да жайғастырып шығатын боламыз. Үстінен салып, мінекей үстінен салып, помидорларды біркелкі етіп үстінен жайғастырып салып шығамыз. Және үстінен кішкене тұз себеміз. Помидорға тұз сеуіп, дәмін келтіру үшін. Және үстінен аскөктер, кинза немесе укроп. Мен кинзаны да, укропты да үстінен осылай сеуіп шықтым. Жаңағы дайындап алған соусымызды осының үстінен құятын боламыз. Барлық жеріне тиіп шығуы керек. Бұл соусымыз қолдан жасалған, жаңағы көргендеріңіздей өте ерекше әдемі дәм береді. Және дүкеннен алынған дайын соустарды да пайдалансаңыздар өте әдемі шығады. Мінекей үстінен осылай күнжутты сеуіп қоямыз. Бұл күнжут біздің салатымыздың әдемі көрінуіне өзінің септігін тигізіп жатыр. Мінекей қараңыздар, өте ерекше әдемі болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Бұл салат сезондық салат деп атасақ та болады. Жасап көріңіздер. Отбасымызбен сүйсініп жейтін салаттарымыздың түрі. Және де дәл осы рецептпен екінші түрін жасайтын боламыз қазір. Ыдысымызға тура осылай туралған помидорымызды салып, аскөктерімізді саламыз. Және де қалауыңызша бір бас немесе екі бас сарымсақты күштен өткіземіз. Және де жаңағы қуырылған баклажандарымызды осылай ыдысымызға салып жайғастырып алатын боламыз. Мінекей жақсылап барлық баклажандарымызды жайғастырып салып болған соң үстінен майонез қосып жібереміз. 2 ас қасық, 3 ас қасық майонез жеткілікті. Және кішкене тұз қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Бұл салатта өте ерекше әдемі болып шығады. Дәмі жасап көруге кеңес беремін. Мінекей бұл салатымызда дап-дайын болды. Бұл майонезбен өте ерекше, баклажанның дәмі өте ерекше әдемі болып шығады. Ыдысымызға жайғастырамыз. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қолдап өтсеңіздер қуаныштымын. Мінекей бұл салаттың үстіне де осылай күнжуттан сеуіп жіберетін боламыз. Достар, каналыма тіркеліп өтіңіздер. Сіздермен болған мен Гүлжаз. Сау болыңыздар.